Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Мен бүгін сіздерге Левша фильмін қысқаша айтып беретін болам. Бейне басталмас бұрын арнаны қолдап пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Егер де жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осылай жасау арқылы қазақ тілді арнаның дамуына көмектесесіз. Ендеше кеттік. Лучше бы тебя убили! Не надо. Тебя, а не хорошо. маму! Бұл жігіттің есімі Билли Хоуп, кәсіпқой боксер. Жігіт орташа ауыр салмақтағы әлем чемпионы. Жігіт Марин деген әйелімен бірге Нью-Йорк қаласында өмір сүреді. Және оның жалғыз қызы бар, есімі Лейла. Биллидің Дариус деген боксермен кезекті жекпе-жегі өтуде. Жекпе-жекті сырттай бақылап тұрған Марин күйеуінің бетінен көптеген соққы алған үшін қатты қорқып тұр. Осындай ауыр соққылардың әсерінен Биллидің көзі жарылып кеткен. Алайда нәтижесінде Билли 10-шы раундта қарсыласын нокаутқа жіберді. Осылайша Билли өзінің чемпиондық белдігін қорғап қалды. Жекпе-жектен кейін Биллиді адамдар қоршап тұрғанда, ортаға жас боксер Мигель Эскобар келді. Және Биллимен төбелесу үшін Биллидің ашуына тиіп, оны мазақ қылады. Ал жігіт үйіне келгенде, әйелі Марин оған спортты тасташы деп өтінеді. Себебі ол күйеуінің осындай ауыр соққыларды алғанын қаламайды. Оларда қарапайым отбасыға керекті жағдайдың барлығы бар, тіпті артығымен. Сонда әйелі Биллиға саған не жетпей жүр деп ұрсады, және болашақта сенің мүгедек болғаныңды қаламаймын дейді. Осыдан кейін Билли жеңіске жеткен үшін достарына кеш ұйымдастырады. Және достарының осыған дейін қолдап келгендер үшін олардың әрқайсысына алтын сағаттан таратып берді. Және осы уақытта Биллидің менеджері Джордан Мейнс Биллиді тағы да бірнеше жылға контрактіге отыру үшін Маринді көндіргісі келді. Бірақ та Марин қарсылығын білдірді. Сәлден кейін Билли қаражат жинау кешінде сөйлейтін сөзін дайындап жатыр. Осы жерде Биллидің балалар үйінде өскенін білеміз. Сол үшін де Биллидің мінезі ауыр және өте шатақтау. Осыдан кейін ерлі-зайыптылар қаржы жинау кешіне келді. Осы кеште жігіт сөз сөйлегенде, әйелі Маринмен де балабақшада танысқаны белгілі болды. Және әйелі осыған дейін үнемі жанында қолдап жүргенін айтты. Соның ішінде жігіттің ең әсерлі сөйлегені: сіздерде ең қымбат көліктер бар, ең қымбат киім киесіздер, және шаш үлгілеріңіз де өте керемет. Кәнеки ақшаларымызды шығарайық және балалар үйіндегі кішкентайларға көмектесейік дейді. Сөзінің соңында жігіт спорттан кететінін айтты. Сөйтсе Мигель де осы залда отыр екен. Ол Биллиді шыға берісте күтіп, әдейі онымен төбелесу үшін ашуына тиетін сөздер айтты. Я заберу твою тёлку, а потом твой пояс. Ол Биллиді оңай ашуландыруға болатынын біледі. Осылайша екеуі төбелесіп жатқанда тапаншаның атылған даусы шықты. Және жігіт атылған оқтың әйеліне тигенін көрді. Сөйтсе тапаншамен атып тастаған Мигельдің бауыры Гекта екен. Ол оқиға орнынан дереу қашып кетті. Ал Марин болса Биллидің қолында тұрып қайтыс болды. Нет. Осыдан кейін Билли депрессияға түсті. Және қызы екеуі Мариннің қайтыс болғанына сене алар емес. Билли одан сайын ашуланшақ болып кетті. Өзінің жазықсыз жүргізушісіне қару кезеңді. Және есірткі пайдаланып ішімдік ішуін тоқтатпайды. Осыдан кейін жігітке өзінің менеджері Джордан келді. Және қаржылай мәселесін шешу үшін үйіңді сат дейді. Сонымен қатар Биллиге Калил Торреге қарсы жекпе-жекке контрактіге қол қой дейді. Всего 3 боя, Билли. Нужно просто делать то, что умеешь. Осылайша 8 апта өткен соң бірінші жекпе-жек басталды. Бұл жерде Биллидің тая жегені сонша, оның адамдарына ақсүлгіні лақтыруға тура келді. Ақсүлгіні лақтыру дегеніміз ол автоматты түрде жеңілді деген сөз. Осы кезде Билли абайсызда судьяны бетінен ұрады. Соның кесірінен Биллиді 1 жылға спорттан қуып жіберді. Енді жігітте ешқандай да табыс көзі жоқ. Онымен қоса жігіттің қарыздары ұлғайып кетті. Биллидің бүкіл мүлкі мен үйі де тәркіленіп кетті. Онымен қоса Биллиді өзінің менеджері мен тренері де тастап кетті. Тіпті біздің батырды мазақ қылғандай оның менеджері Биллидің ата жауы Мигельмен жұмыс істеуге кіріскен екен. Бір күні Билли өзінің көлігімен үйінің жанындағы ағашқа келіп соғады. Және осы жерде оның қызы Лейла әкесінің қансырап жатқан жерінен тауып алады. Және дереу жедел жәрдемге хабарласты. Осыдан кейін Билли ауруханада есін жиды. Және есін жия салысымен қызы Лейланы балаларды қорғау комитетіне өткізетін естіді. Әзірге Билли қызын асырай алатындай жағдайын көрсетпейінше, Лейла 1 айға балалар комитетінде болады. Осыдан кейін Биллидің күзетшісі жігітті жаттығу залына алып барады. Сонда Билли күзетшісіне менің саған төлейтін ақшам жоқ дегенде, күзетшісі мен сенің қасыңда ақшаң үшін жүрген жоқпын деп жауап берді.
Жаттығу залында жігіт бұрынғы боксер Тик Уиллисті жолықтырады. Боксшы Тик Уиллис соңғы жекпе-жегінде үлкен травма алып, бір көзінен соқыр болып қалған екен. Сонда біздің батыр Тик Уиллисқа менің қайтадан аяғыма тұруыма көмектесші дейді. Бірақ та Тик жігіттің есірткі қолданатынын білет. Сол үшін де жаттықтыруға қарсы болды. Есесіне ол Биллиға түнгі мезгілде еден жуушы болып жұмыс жасасаң болады дейді. Бірақ та жігіт қарсы болды. Осыдан кейін Билли қызымен көрісу үшін Анжелаға келді. Алайда Лейла әкесіне мен сенің кесірінен осы жердемін, сені көргім келмейді дейді. Ал кейін жігіт қайтадан жаттығу залына келіп, еден жуушы болып жұмыс жасауға келісті. Осы жерде жүріп Билли жаңадан келген Хоппи есімді боксшымен танысты. Осылайша Билли өзінің өмірін дұрыстай бастағанда, қызы Лейла да әкесіне жақсы көзқараспен қарайтын болды. Осыдан кейін Билли барда Тикпен сөйлеседі және Тиктің өзін дайындалдырғанын қалайды. Бірақ та Тик қарсы. Оның ойынша Билли жай ғана кек алғысы келетін сияқты. Бірақ та жігіт айтқаннан қайтпай тұрып алды. Және мен ешқандай да кек алмай чемпион болғым келеді дейді. Бұл жекпе-жек Биллидің өмірін түбегейлі өзгертуі мүмкін. Осылайша тренер жігітті дайындалдыруға келісті. Сәлден кейін жігіт тренерінен кеше ғана танысқан Хоппи деген досының анасын әкесінен қорғаймын деп қайтыс болып кеткенін естіді. Пытался защитить маму. Отец застрелил его. Тренер Тик өзінің шәкірті Хоппиға көмектесе алмағанына өкініп, Биллиді жақсылап дайындалдырам деп шешті. Билли қайырымдылық матчына қатысып жеңіске жетті. Осы кезде оған бұрынғы менеджері Джордан келді. Қазіргі уақытта ол Мигельмен жұмыс жасап жүр. Және Мигель жақын арада Халил Торияны чемпионатта жеңіп, орташа ауыр салмақтың чемпионы болған екен. Енді Джордан Биллиға Мигель екеуінің арасында 6 аптаның ішінде жекпе-жек ұйымдастырмақшы. Джорданның ойынша Билли 6 аптаның ішінде дайындалып үлгермейді. Осыдан кейін сот төрағасы Биллидің жақсы жаққа өзгеріп жатқанын көріп, Лейланы қайтадан асырап алуына мүмкіндік берді. Осыдан кейін Билли қызына тағы да жекпе-жекке шығатыны туралы айтты. Ал Лейла болса, мен сенің жекпе-жегіңді өзім көргім келеді дейді. Я буду в раздевалке, но я должна быть там. Әкесі де қызына қарсы болмады. Билли бар күшін жинап жаттығу жасауда. Алда болатын жекпе-жектің уақыты да жақындап қалды. Время. Осылайша жекпе-жек өтетін күнде келді. Анжела Лейланы киінетін бөлмеге әкелді. Осы жерде екеуі жекпе-жекті тамашалай алады. Жекпе-жек басталған кезде Мигель өзінің басым екенін көрсетті. Бірақ та екеуі де еселерін жібермей, бір-біріне кереметтей соққыларын жұмсады. Билли Хоупа. Эскобар работает и вверху. Осылайша бірнеше раундты артқа тастады. Осыдан кейін Мигель Биллиді ашуландыру үшін оның әйелін тағы да келеке етті. Соның кесірінен Билли ашуланып, төбелеске немқұрайлы қарап қойды. Биллидің ашуланғаны сонша, соның кесірінен жекпе-жекті де тоқтатуға аз қалды. Бұрышта көзі жарақат алған Биллиға тренері Мигельдің сені арандатуына жол берме дейді. Ол сені әдейі ашуландырып, жекпе-жекте жеңгісі келеді деп ескертті. Әкесінің жекпе-жегін қарап отырған Лейланың көзіне жас келді. Енді Билли қорғанып жүріп шабуыл жасайтын болды. Өзінің ашуына ерік бермей, тренерін айтқанын жасап, Мигельге ешқандай да мүмкіндік қалдырмады. Осылайша біздің батыр Мигель шаршаған кезде оған ең мықты деген соққысын жасады. Мигель орнынан тұрады, бірақ та өте кеш. Осылайша Билли қайтадан орташа ауыр салмақтағы әлем чемпионы болды. Ал осыдан кейін біздің батыр бұрышқа келіп, қайтыс болған әйеліне алғысын айтады. Бұл жеңіске қатты қуанған Тик және оның командасы жігітті иығына көтерді. Ал осыдан кейін киінетін бөлмеде Билли өзінің қызымен жолықты. Әкесі қызына анаң сен үшін қуанатын еді дейді. Ал Лейла болса әкесін қатты жақсы көретінін айтты. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Және экранға шыққан басқа да бейнелерімді көруді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше аман сау болайық.